бүгінгі күн қазір біздер доходпен отчет тапсырамыз. 910 упрощенка режимдегі ИП-ға доходпен отчет тапсырамыз және бұл кісі жабуға жібергісі келіп тұр. Қазір ноябрьдің 28-і. ИП упрощенка айттым, 910-ды тапсыратын боламыз. Ол үшін осы новый кабинет салыққа кіріп алып, яғни жаңа клиенттің этіпісімен кіріп аламыз. Осылай бірінші беті тұрады. Енді осы жерде мына сарының ішінде тұрған подать документ дегенді басамыз, төменге қарай түсіп, үшінші бетті таңдаймыз. Сол жерде 910 упрощенный декларацияның несі бар мінекей. 910 дегенді басамыз. Қай полугодия? Қазір бізде 11-ші ай болғандықтан 2-ші полугодия 2025 жыл деген таңдаймыз. Подать деген көктегіні басамыз. Мінекей ашылды. Осы бірінші бетте біздер қандай отчеттің түрі таңдаймыз. Менде қазір жабуға жібергісі келіп тұр дедім. Сол үшін ликвидационный таңдаймын. Сізде очередной болуы мүмкін, немесе бірінші болуы мүмкін. Ликвидационный таңдаймын. Мына кезек деген тұра береді. Резидент деген таңдаймын. Мына жаққа не ведет деген, яғни бухгалтер жоқ деген есеп. Төменге қарай түсіп, далее батырмасын басамыз. Енді осы жаққа доход көрсетеміз. Мына жерде 910.01-де 001-де бізде общий доход 9.032.033 тиын. Төменге қарай түссеңіздер, налогты өз автоматом есептеп тұратын. Сіздерде басқаша төлеген болсаңыздар, мына жерге мына ручной дегенді басып, мына нені өзгертсеңіздер болады. Қанша теңге налог төледіңіз, соны өзгертсеңіздер болады. Менде қазір барлығы дұрыс. Сосын так, ары қарай не істейміз? Мына жерде егер сізде жаңағы безналичный алған болсаңыздар, мына жаққа бөліп жазасыздар. Наличный, безналичный деп бөлеміз ғой. Оны білетін шығарсыздар деп ойлаймын. Енді ары қарай кетеміз, далее батырмасын басамыз. Енді мына жаққа ай сайын қандай не құйды, мысалға социальный отчислениеге қанша құйды деген сияқты. Бұл минималка айлықпен көрсетті. Бізде ноябрь и декабрьде ешқандай доход жоқ. Қалған айларда осы 85 мың есебімен 4250 теңге құйып шықтық. Ары қарай бізде пенсионка қанша құйылды? Бұл да тоже 85 мың айлықпен бізде құйылды 4 айға. Ноябрь, декабрьде ешқандай доход жоқ. Мінекей 75 теңге шығады. Содан кейін работатель үшін деген ол 2125 теңгеден құйып шықты. Яғни минималка айлықтың есебімен шықты. Ең төменде медстраховка өз автоматом шығып тұрады. Бізде енді 5-ші мен 6-ші айды алып тастаймыз, себебі айтып отырмын, доход жоқ деп. Сіздерде тек қана доход болған айларды көрсету осылай жазасыздар. Далее батырмасын басамыз. Мына жақта 4-ші, 5-ші, 6-ші беттерде ештеңені толтырмаймыз. Бұл жерлер егер сіздің ИП-ңызда жұмысшы болса толтырылады. Далее. Енді міне ең соңғы код жазамыз. Оны біздер мына жақта мінекей мына жерде клиенттің аты жөні тұрады. Осы жақта үстіне бассаңыздар, просмотреть профиль деп бассаңыздар, данный шығады. Сол жақтан код қарап аламыз, яғни место жительства мен место нахождения. Мінекей место нахождения ИП, место жительства. Бізде екеуі бірдей. Осы жерде кейбір ИП-ларда басқаша болып тұрады, яғни ИП басқа районда, ИП-ның иесі басқа районда тұратын кездер болады. Соны мұқият қарап аласыздар. 4308 бізде қазір екеуіне де 4308 деп толтырамыз. Мінекей толтырдық. Енді мына жаққа галочка қоямыз, яғни су деген жерге сформировать деген басамыз. Осындай болып шығады. Кішкене күте тұрамыз. Қазір этіпімен қол қоятын шығады. Мінекей. Вот, подписать и отправить дегенді басып, этіпіңізді таңдап қол қоясыздар. Енді біраз уақыттан кейін біздер тексеріп көреміз, яғни бұл қабылданды ма, қабылданбады ма деген. Мына жақта дәл осындай болып, екінші шығады. Мынау кеше сентябрьде тапсырылған отчет, біздің қазіргі тапсырғанымыз осы жақтан шығады. Бір 10-15 минуттан кейін көреміз. Так, мінекей шықты. Мінекей 11-ші айдың 28-і деп принят болып тұр, яғни уже қабылданды. Енді ары қарай жабуға жібере берсек болады. Бар болғаны осы. Түсінбеген сұрақтарыңызды комментарийға қалдырсаңыздар болады. Менің каналыма жазылып, лайк басып, қолдау көрсетіп кетіңіздер.